Мәселен сүт. Қазақ осы сүттен 5 минутта дайын болатын тағамнан бастап 5000 жылға дейін бұзылмайтын тамақ істей алады. Сүттен 35 түрлі ас дайындайды. 5000 жылға шыдайтын тамақ ол құрт. Бұл батырлардың тағамы. Жоқ, тек ұзақ сақталмайды. Құнары күшті бұл астың. Айтпақшы, дәл осы құрт Сталин қуғын сүргінге ұшыратқан талай адамның өмірін аман алып қалғаны бар еді. Сол кеңестік тоталитарлық кезеңде біздің даламызға көптеп еңбек лагерлері салынған еді. Ол жерлерде адамды ауыр жұмысқа жегетін. Бірде кілең әйелдер қамыс шауып жүргенде сол маңайдағы ауылдың кемпір шалы, бала шағасы атып шығады да аппақ тастармен атқылай бастайды. Уақиға осылай бірнеше рет қайталанады. Тек бір күні әбден қалжыраған Гертруда есімді неміс әйел басын бұғам деп жүріп, ет бетімен шашылып жатқан ақ тастардың үстіне құлайды. Қызық, тастардан ірімшік пен сүттің иісі шығатындай. Тас атқан секілді қылдырып берген, кептірілген құрттарды бұл қазақ халқының жанашырлығы, соларға кеңпейілдігі, қонақжайлығы. Себебі бұған дейін де қазақ халқы көптеген аштықты көрген, содан қиналғаннан кейін, соны түсінгеннен кейін қазақ халқы осындай айлаға, осындай шараға баруға тура келген. Қазақтың құрты өз заманында талай адамды аштықтан аман алып қалды. Ал қазір бұл құрт сонау зеңгір көкте самғап жүрген ғарышкерлердің жеңсік асы. Витамины и микроэлементы. Кеңестік ғаламдар әр ұлттың тағамдарын зерттей келе, құртымыздың құрамы құнарлы, түрлі минералдар мен витаминдерге бай, денсаулыққа пайдалы, әрі сақтауға төзімді екенін анықтады. Сол себепті құрт ғарыштық тағам мәртебесіне ие болды. Міне осылай қазақтың жеңсік асы құрт ұлттық деген масштабтан шығып, ғарыштық деңгейде танылып отыр.